Мынау барлықтарыңыз білесіздер, Совет өкіметі құрылған кезде, осы СССР деп жатамыз ғой, жаңағы КСРО дейміз қазақша. Осы КСРОның аумағында 194 ұлт болған екен. Сол 194 ұлттың КСРО тараған кезде 100-ақ ұлты қалыпты. Яғни жаңағы 194 тілдің 94-і жоғалып кеткен да. Соның жаңағы 100-і ғана аман есен қалған. Осы жоғалып кеткен 94 ұлттың ішінде бірде-бір ислам дінін ұстанған ұлт жоқ екен. Кім ислам дінін ұстанбады, ол құрып кетті да, кім ислам дінін ұстанды, ол өзінің дінін де сақтап қалды, тілін де сақтап қалды. Біз көбінесе дін мен тілді екі айырып қараймыз да, негізі ол дұрыс емес. Мен енді бірталай азаматтарды білем, сол жаңа өзінің орысша тәрбиеленген, өзінің ана тілін білмеген, бірақ ол ислам дініне келгеннен кейін өзінің тілін үйренген. Енді білесіздер шығарсыздар, Убайдулла деген бір жігіт жүрді Астанада. Бізде Жандар деген жігіт, содан кейін тағы да осында бір үлкен бизнесмен бауырларымыз бар. Солар бірінші ислам дініне келген, содан кейін екінші өзінің тілін үйренген. Мынау кешегі атеистердің бір сөзі бар екен. Адамзат тарихында адамзаттың дінсіз өмір сүрген кезі бар ма deyip сұрақ қояды өздеріне. Сонда айтады, иә, адамзат қоғамында, адамзат тарихында адамзаттың дінсіз өмір сүрген кезі бар екен дейді. Ол қай кез екен десе, маймылдан пайда болып, енді адам болғанға дейінгі уақыт екен дейді да. Олар бір өтірік, біз шындықты айтып отыр. Өтірігі біз маймылдан шыққан жоқпыз, біз ардақты әуелден адам болып жаратылғанбыз. Бір-бірінің бетін теріп жеп отқан, құйрығы қып-қызыл болып, тордың ар жағында адамдарға күлкі болып отқан маймыл біздің ата бабамыз емес. Ол өтірігі. Шындығы сол. Ақыл санасы бүтін адамзат баласы дінсіз өмір сүрмеген. Олар соны анық біліп отыр. Неге енді біз сол дінсіз өмір сүрмедік? Кітапханасыз қалалар болған, су құбырынсыз қалалар болған, моншасыз қалалар болған, ресторансыз қалалар болған, бірақ ғибадатханасыз қала болмаған екен жер бетінде. Ол деген сөз, адамзат қоғамдасып өмір сүргеннен бері дінмен бірге келе жатыр. Бұл нені білдіреді? Алла тағала бізді жаратқан сәттен бастап, біздің бақытты болуымыз үшін бізге дін жіберген. Сол дінді түсіндіретін пайғамбарлар жіберген. Сол дінменен, дінді дұрыс ұстанып, дұрыс түсінген кезде адамзат бақытты болған, діннен қалай алыстап, дінді қате түсініп, дінді қате ұстанғаннан бастап, бақытсыздықтарға ұшыраған. Кеше кеңес өкіметінің тарихын қарап отырсақ, мына жаңа Шорабек ағамыз айтып өтті ғой, 190-дай ұлт болған, сол ұлттардың көбісі дін ұстанбағандықтан жойылып кетті деп. Мен бір екі фактіні кездестіріп қайран қалдым. Осы Алматы қаласы, Верный дейміз ғой, сол Алматы қаласы алғаш іргетасы қаланып, қоғамдасып, қауым өмір сүре бастаған кезде, кеңес өкіметі бірінші болып қандай завод салғанын білесіздер ме? Ең бірінші спирт заводын салған екен. Неге дегенде, сондай қымыздың сүтін ішіп, аттың үстінде, таза ауада, таза тамақпен, таза мәдениетпен, сондай ғұмыр кешіп жатқан ұлтты құрту үшін оны араққа салып жіберу саясаты болған. Тараз қаласында ең бірінші өндіріс ошағы болып спирт завод салынған екен. Ең бірінші өндіріс ошағы болып 1924 жыл. Ол нені білдіреді? Бізді сол араққа салып, есімізден тандырып, бізді ойлатпау үшін сондай дүниеге келтірген екен.